Selam aleykum hürmetli telesiyerciler, Millet Telekanalının efirinde haberler vakti stüdyada men Alime Kaybulayeva çalışam. Yaşımdaki saatқа bölüm malumatмен tanışetemiz. Хан Сарайның Жума жемесі енді декабрдің соңында açılacak. Musulmanlar келіп, oz namazlarını кене қылып olacaklar. Дайма су түбінде қалмақтан Қашқа чоқырақ сакинлері енді безділер. Яғмурлар себебінден бұл ерде онлар жевлеріні су баса. Енді шақси спорт салоны Бақчысарайның 6-й микрорайонында пейда olacak. Құрыжылық ішлеріні башланмасына еміріні Девлет Думаме бұса Руслан Бальбек берді. Девлет Милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов небетеки гражданларының қабылына кечірді. Бұл ерге 25 тензеде инсан келді. Ахмеджетте юз берген қаза себебінден Учбингдензеде шерлілер сусыз қалдылар. Бұндан ғайры сақтада су ағы бозылғаны себебінден 2000 инсан сусыз отыра. Боқта Жумхурет мескен коммуналь хожалық назерлігі хабер етті. Ахмеджетте қаза изобильная соқағында сақтайсе Тимирязева санаторная соқақларында олды. Шымдықы вақытта мұтехасыслар ақыбетлеріні йоқ етмек иле ұғырышалар. Қырымда Русия Федерация федераль хавсызлық қызметінің сыңыржылары қырмызы китапқа кірсетілген екі қара деңіз юнус балығыны қанунсыз алып кетмесіні тоқтаттылар. Бұқта Қырым сыңыр идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Тешкерув девамында айдавжы Русия гражданы тариф етті ки, сақ шайырында олған юнус балықларына Анапа шайыріне алып кете. Ама кереклі весиқалар жоқ. Қабатланғанға қаршы мемори қанун бозу бойынша іш açılды. Оңа бұйық жеза парасы төлемеге керек олacak. Юнус балықларына есе кезлев шайырындaki шифа диагностик мерkezіне yolladılar. Декабрьнің соңында Қырым мұсылманлары ве мұсафірлері Кенеде Хан Сарайның Жума жемесінде намаз қылып олacaklar. Сонки кере мемарлық абидесінің реконструкциясы 50 ел евелісі япылған еді. Украина деврінде Қырым татарларының медениет асабалық абиделері кергін алда болынды ве аджеле тамирде мұқтач еді. Шымды есе жемінің ве Хан Сарайның Женюби корпусының тамиріне 148 миллион рубле айрылды. Бұл ішлеріні Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбек зиярет етті. В настоящее время ведется установка конструкций деревянных для укрытия временного навеса. Шымды бұйық Хан Сарай жемесі бүтінлей құрыжылық мәлземелер иле темин етілген. Мұнда вақытынжа асма құрыла. Реставрация кеткен заман бұл шей уникаль бинаны яғмурдан ве қардан құртарajak. Бұндан сон 100 ел içinde чүріген эски балкалар yok етілежек. Сама деревянная крестовина, она практически превратилась в труху и могла в любой момент обрушиться. На данном этапе вот этот риск, этот порог мы полностью миновали. И думаю, что к 22 декабря будет совершенно иной вид большой ханской мечети. Парсиясбар музей комплексының да бір уникаль объекттер. Қазмалар сон Украин деврінде бұл территорияны керекли кабы сақламадылар. Яғмурлар бұл медениет абидесіне йылларча зарар кетірділер. Умумин Хан Сарай ғайырдан тамир етілуіне 1,5 миллиард рубле масраф етілежек. После этой зимы у нас произошло несколько обрушений, в том числе вот перед вами вывал стены, наружный вывал второй и третий узел, это вот территория гаремного дворика. За счет средств заповедника мы сейчас будем восстанавливать эти стены, причем восстанавливать не только вывалы, да, но и полностью периметр стен, которые вы сейчас видите, забора, который вы сейчас видите. Вот мы заключили договор на 1,5 миллиона рублей. В ближайшие месяц-полтора эти, скажем так, проблемы будут устранены частично. Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбек Бақчысарай сакинлері иле көріш. Инсанлар ерлі мемориет бірше yapмағанына шекает еттілер. Басенко Вегаспринский ады соқақларда не газ, не де сув бар. Газ ағы 4 километр местафеде кече. Вода у нас зависит от дождей, потому что у нас идет с источников. Когда много дождей, там еще какой-то идет это напор. Но он идет самотеком, и поэтому он там без давления вода идет. У кого есть, у кого нет. Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбек яқын заманда иш топлашуы кечірмеге вады етті. Ойемді Бақчысарай шер акимиетіне топланған проблемлер бойынша қарарлар чықармақны авале етті. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Милет Ичун. Девлет Милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов гражданларының шақси қабылыны кечірді. 25-тен зеде инсан Жумхуретінің чешет районларындан пешерлерінден келділер. Суаллерінің эксериеті мескен шарайтлеріні ейлештірмек,
Топрақ дамарталар Беларусь Федерациясының гражданлығыны әлде туфиле бағлайды. Заур Смирнов қайдетті ки эпсі мұражатлар бойынша әршей аңлаштырылды ве ярдым көстерілмекте. Хатırlatамыз Devlet Milletler Ара комитетінің рейсі айда 2 кере. Бірінші ве 3 жұма ақшамы күнлері гражданларына қабыл ете. Есть шансы хорошие. Мы готовы на то, чтобы вот считайте, что включили вас уже в список, только мы сейчас должны найти правовую форму. Да. Хорошо? Қашқа чоқырақ көнде су басуындан әнді қорқмайлар бір ай әвелсі біздің муаририетімізге ерлі сәкенлер ярдым еле мұражат еттілер. Күшлі яғмұрлар себебінден онлар жевлерінің су басты. Біздің эфирімізде левха көстерілген сон бұл меселеге дықат айрылды. Көйден насыл деңішмелер олған ақта біздің мұқберіміз тариф етежек. Язда сув басу фахында сакинлер бу күнлерге же хатырлайлар, ама яғмур мевсиминден энди хорхмайлар. Bir ай эвелси Ислам Терек районының Қашқа чоқрақ көйінде дағлардан түшкен чамур ақымылар bir хач евлеріні сувнен басты. Қарагөз көйінде ажеле суретте арықны теренлештірмек векенлештірмеге қарар алдылар. Олар дағларының чамур ақымыларыны тоқтатажақлар. Надеюсь, что это поможет, и больше такого не будет, такой воды больше как бы на нас не придет, не смоет и не несет никакого ущерба. Сув хораларны, бостанларны басып evlerге керді. Сувның әрекеті күчлі олғаны себебінден машина айланып тұшты. Сув кечірген ақ бойле күчіні бежеріп оламады. В общем, пошла когда волна, этот смыло забор, развернула машину в другую сторону, и весь плодородный слой с огорода, все вместе с камнем, все унесло в поле. Уручылар тракторның ярдымнен bir хач 100 метрлік ұзынлығынен арық қаздылар. Сув ағыны Қашқа чоқрақ көйінің en эссас арығыны ұзынлаштырдылар. Яны арықлардан ғайры сентябрь айында энді олған арықларыны темизледілер. Подрядные организации считают, что такая работа уже поможет в любую ливневую погоду справиться этой канаве с отводом воды для того, чтобы не пострадали жилые дома. Зарар көрген гражданлар мади ярдым алмақ үшін весихаларыны тапшырдылар. Шымды келешіклі идарелер бұл меселені чизмек үшін yollarını бақалар. Энвер Аблезис, Иван Евдокимов, телеканал Миллет. Ақерда ұғу қорчалайчылар кереште 60 яшлы еркекні инсан өлдірілуінде қабатлап яқаладылар. Ичкі ішлер нәзірлігінің хадимлері білдірелер ки, бұл еркеклер евел таныш екенлер. Хатырлатамыз сентябрьнің 22-сінде ақшам берабер рақы ичкен сон, кереште бақылмаған бинада гежелеген ерде қабатланған инсан достының үстіне яқырлық тоқты ве яқты. Озу исе бұл ерден жойылды. Яқылған инсан әл ақолды. Қырым Жұмхурет бойынша Русияның баш тақық идаресінің керештекі бөлік жинай иш açты. Шымдықы вақыт мескюр граждан апсте болуна о жаза чекежек. Атта бұтын омырге азатлықтан марум етле біле. Ислам Терек районында бұйық мейва сақлану бинасы құрула бір объектенді эксплуатацияға тапшырылды. Шымды о 1000 тоннаны сығдыра. Шirketда 14 бойле бұзлатув камераларына құрмаға планлаштыра. Рабочие места для нашего села, перечисление налогов в бюджет местный, в том числе, значит, пустующие земли, которые были, сейчас засаживаются садами. Ну и импортозамещение яблок польских. Алма бақшасында 300 000 зеде терек осе әр ел 200 тонна алма жиыла. Кележек елі есе шirket 2 кереге зеде береке топламаға планлаштыра. Алтын кусь, яни золотая осень серлевалы Умумрусия агросанаи сергісі үшін Қырым ашчылары Кереч боғазындаки Копур кемерінің копиясыны пшырдылер. Түневін кой хожалық назерлігінің хадимлері геже-геже Қырым Жұмхурет стендіні донаттылар. Крым хлеб мойсенің мақсулаты бұтун сергінің тимсалі олды. Алтын кусь атлы 19-й Русия агросанаи октябрьнің дортынден едісіне қадар кечерлежек. Мы действительно продемонстрировали ту площадку, показали ту продукцию, которая действительно чем занимаются все аграрии Крыма. Мы продемонстрировали нашу продукцию, рассказали о перспективах развития, в том числе производства многолетних насаждений, производства зерновых, о том, что действительно благодаря и главным критериям оценки всей работы это действительно государственная поддержка.
Крым развивается, у Крыма есть большая перспектива. Крымская продукция завоевывает свой рынок, и это подтверждает население России. Эрбір мескен ерге спорт салоны адлы Лейха Бақшысарайға келіп етті. Енді 6-й микрорайон сәкенлерінің шақси спорт залы олажақ. Ишлеріні башламақ үшін Эмир Бермеге Русия Девле Думаме бұсы Руслан Бальбек келді. Лейха оның имайес алтында амелге кечірлем. Құрыжылық кетішат ақында мұхбермаз Айша Шулакова тариф етежек. Келечек спорт салоны Бақшысарайда Қырым татарлар топлы яшаған микрорайонда тікленілі. Бұ ерді аяқында бош турайды. Енді мұндай ішлер алып барыла техника чалышмақта. Объект енді қораланды. Геодезия ве геология ішлер кечірілі. Шынды құрыжылар катлаван қазылачақ ерде топрақның үз қатыны алып ташлайлар. Объекті бір техника нұсқасы ве 5 ішчі чалышмақта. Ерлі сәкенлер бойле дінішмелеріні 20 жылдан зияде бекледілер. Микрорайонда чоқ бала ве 8 яшай. Спорт иле оғрашмақ үшін бір қач километрлік елны кечмек керек. Все дети хотят заниматься спортом, и то, что вот это вы начали, очень хорошо. Моя Гашки лично занимается борьбой, и надеюсь, они тоже будут заниматься, продолжать этим спортом вида. Мне очень нравится, что строят здесь спортзал. Спортзал мейданлығы 300 квадрат метр. Озиядеже күреш кыбы спортчешлері ичон құрылғанына бақмадан, мұнда эпысы спорт авескерлары қатнай білежеклер. Бұл территорияда спортив турниклер ве башқа тертибат ерлештірілежек. Жители Бахчисарая получат полноценный спортзал, спортивный комплекс, который позволит нам получить еще одну точку роста для возможности спортивного воспитания, для достижения высоких результатов в спортивной борьбе, то есть будь то вольная борьба, греко-римская борьба. Вот. Это то, в принципе, о чем мечтали долгое время наши спортсмены, наш тренерский состав. Комплексный бинасы модуль сайла, ама капитал иншаат оларах onun темели оладжах. Дальнейшие работы, значит, будут проводиться также разработка грунта, то есть самого котлована. Дальше, значит, подготовка основания под фундамент здания и устройство фундамента здания, чтобы в дальнейшем возводить каркас здания самого можно. Объектны энді келечек сененің башында екүнленмеге планаштыралар. Тамам бөле спорт салоны шымды Ахмежітнің Боғырча қасабасында құрыла. Умумен әрбір мескен ерге спорт салоны адлы программа бойынша Қырымның чешет регионларында бір қач спорт комплекс құрылды. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет Ичон. Келечек сене Қырымда крымские белорусы адлы китап нешір етлежек боқта Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов Акрусиялерінің милли медени мұқтариетінен кечірген көршув девамында белі олды. Емде олар жемиетінің іші үшін бина айрылмасыны музакире еттілер. Мы хотим сказать большую благодарность главе Государственного комитета по национальностям Зауру Смирнову. У нас прошла недавно учительная конференция. Мы создали нашу региональную национальную культурную автономию белорусов. Наконец-то этим мы закончили процесс объединения белорусских организаций. Нам помогут, и вопрос будет решен. И в следующем году будет издана книга о крымских белорусах, которую увидит, мы надеемся, не только Крым, но и Российская Федерация, и Республика Беларусь. Қырым урумлары медени меркез құрмаға планлаштыралар, ама Мамут Султан койынды ерлешкен топрақ дамартаны ресмейлештіріп оламайлар. Урумлар жеметінің векілері Заур Смирновнен көршкенде бұл мәселені чезмегері жайттылер. Также был поставлен вопрос о том, чтобы по возможности выделить земельный участок и способствовать финансированию для строительства греческого культурного центра для Добровской долины Симферопольского района. Эмде топрақ дамарталары ве реабилитация ақта весиқалары берілуі бойынша суалер берілді. Эпсі мұражатлар незаретке алынды, ве яқын вақытта оларының чезілуф еллары тапылажақ. Сегодня внесен изменения в законопроект, соответствующий в закон для упрощения процедуры получения справки. То есть таковым ее сделать, чтобы избежать направления в запросы в места спецпоселения. То есть, в частности, это страны Центральной Азии, и Узбекистан, и Казахстан, Кыргызстан и так далее.
Бүгін Озенат байрамыны Русия Федерациясының жинайы араштыру хадимлері қайдетелер. Бұл байрам анане бойынша 99 ел девамында яшамақта. Қырым пайтақтында полис хадимлеріні ярлықлар, дипломлар, ветешекюр намелер иле тағдырледілер. Бұл инсаларының күнделік етмегі адейін саларының көзіне вақыт чартмай. Ама соқақларды кетіншілік бұл оларының ирішмелері. Тедбірге әмде полис ветеранлары дәвет етілді. Оларны да ватанға гүзел қызмет еткенлері үшін мүкафатладылар. Белі Қырым нағышчысы Вера Ройкның яратылжығыны яқшы білген ве севгенлер хатыр ақшамға келділер ве оның ижадына да бір кере тоқындылар. Оның истидаты 11 яшында башланып көрінді. Ұлы ватан жеңкі вақтында Вера Ройк сақат қалды, ама севімлейшіні тоқтатмады. Оның сергілері вақыт терен тейсюратлар қалдырайдылер. Украин халық нағышының мектебіні яратты ве оз услебі бойынша дерс берді. Экспозицияда Эмде Ройкның шақси топламындан ве китапхане фондларындан тағдым етілді. Оның альбомлары, монографиялары, макалелері. Самое главное в творчестве Веры Сергеевны – это была ее целеустремленность. Вот за свою жизнь она изучила вышивки народов разных стран. Она знала крымско-татарскую, латвийскую, литовскую, белорусскую. Для молодежи эта тема актуальна. Вы можете посмотреть в зале, сколько присутствует молодого поколения. Они интересуются историей. Ну, естественно, они должны знать и гордиться нашими соотечественниками. Бахчисарайда декоративное искусство крымских татар сквозь призму столетия адлы серга açıldı. Экспозиция Бахчисарай музейінің 100 елығына ве музей сарайның бірінші мудирі ве тесисчісі Усейн Баданинский доғанына 140 ел толғанына бағышланды. Оз ішлеріні земаневи алтын нағыш усталары, қойымчылар, чөлмекчілер, тікіжілер, деміржілер, бақыржылар тағдым еттілер. Сергі зеречілеріні ярым ел девамында қуандырacak. Вспоминая рассказы мамы, как одевались, там, видя картинки. Ну, делаю такие живые. Они, чтобы в руках их было приятно держать, прижать к груди. Там. Они мягкие, приятные, не портятся. И все ручная работа. Вот фес и 2 янхапаха. Эта работа была предназначена в подарок моей дочери на свадьбу. Здесь я использовала шелк. Ну, конечно, хотелось немножечко совместить старые традиции с современными тенденциями. Шымділік бұл әпсі малюмат саат 21.30-да кележе хаберлер информацион программасының Нельмат Арсинвайлы қачырманыз. Эвлеріңіз гердайым әй хаберлер келсін, көршмек үзіре, сағылықнен қалыңыз.